Зачем ты это делаешь, деген нәрсе? Вы знаете, для меня очень стало таким, как вам сказать, маған бір жандай не болды да. Мысалы мен үшін, менің мышлениемда, менің әрекет ету системамда барлық жерде зачем деген сұрақ бар. Зачем я это делаю? Мне это для чего надо? Зачем? Мен барлық жерде зачем деген сұрақ қоямын өзіме. Не істесем де, қандай шешім қабылдасам да. Зачем я это делаю? И это помогает мне быть осознанным. Мысалы айтасың, саналы болу, осознанный. Қалай осознанный болуға болады дейсің, маған көмектесетін нәрсе зачем? Задать себе этот вопрос и честно на него ответить. Честно на него ответить. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, для чего, да? И мен таңғалған нәрсем, оказывается, көп адамдарда, неге мен таңғаламын? Потому что көптеген адамдарда осы нәрсе жоқ. Элементарно, зачем деген сұрақты қоймайды өзіне. Зачем я это делаю? Зачем я хожу на работу? Вот зачем ты ходишь на работу? Чтобы выживать. Тебе это нравится? Нет. А что бы ты хотел? Я бы хотел жить. А что для этого нужно? Зарабатывать больше. А что для этого нужно? Учиться чему-то новому. Понимаешь? Сондай да, сен өзіңе сұрақ қоясың да, и сен ойланып өзіңнің сұрақтарыңның жауабын табасың. А көп адамдар сұрақ қоймайды екен. А зачем ты ходишь на работу? Ну как зачем? Ну надо идти на работу. Или там, ты зачем замуж выходишь? Ты для чего? Ты зачем замуж выходишь? Ну как зачем? Как зачем? Как зачем? Все же выходят, я тоже выхожу. Сондай. А зачем ты ребенка рожаешь? Десең? Как зачем? Бала деген бақыт емес пе? Бала ол бақыт. Көбею керек. Подожди, я говорю, ты зачем ребенка рожаешь? Ну как зачем? Ну все же рожают, я тоже. То есть ответ вот такой. У людей ответ вот такой. Адамдар ойланбайды, зачем? Просто ойланбайды. Понимаете? И мысалы айтасыңдар ғой, неше түрлі проблема, қарым-қатынаста проблема, мейлі кәсіптегі проблема айтпай ақ қойшы. Жігітпен проблема, баймен проблема, басқа да осындай қарым-қатынастағы проблемалар сен өзіңе зачем деп сұрақ қойып көрдің бе? По-моему, нет. По-моему, нет. Өзге адамдардың айтуымен жүрміз. Вот именно, Айгүл, сен сонда өз өмірің өзіңдікі емес қой, когда сен басқа адамдардың әмірімен жүретін болсаң. Осылай істеу керек деді, болды. Например, жаңағыдай кеше ғана рилстағыдай күйеуге тию туралы. Неге қыздар ше өте асығып күйеуге тиіп кетеді? Ойланбай, жігіт бар ма? Бар, все, тиіп кете береді. Потому что им все время говорят, им все время это твердят. Қашан байға тиесің, қашан байға тиесің. Естественно, он естіген қыз баласы айтады, блин, байға тию керек дейді. Не үшін екен бірақ өзі түсінбейді. Зачем тебе это надо? Бәрі айтып жатыр ғой. Понимаешь? Бәрі айтып жатыр ғой. И это основная проблема того, почему вы в жизни ошибаетесь и почему вы страдаете в жизни. Неге сен қайғырасың, неге сенің өміріңде драма көп, неге сенің жолың болмайды, неге сенің проблемаларың шешілмейді. Вообще жалпы, неге сен проблемаларға кіріп кете бересің? Это потому что ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Понимаешь? Ты просто этого не понимаешь. И это проблема. И то, что я хотела вам сказать, отвечать все время на вопрос «зачем?». Мысалы, жалпы, вы же знаете компанию Toyota? Да? Компания Toyota, как она достигла своего успеха? А компанияда барлық сотрудниктері, особенно топ-менеджмент, постоянно задавали себе вопрос «зачем?». Зачем я это сделаю? Зачем это я делаю? Вот это зачем нужно? Таким образом, компания стала мировой. Поэтому это вам, можно сказать, секрет. Это вам секрет руководства по жизни. Пока сен
поймешь, зачем ты все это делаешь в этой жизни, а жизнь проходит. Жизнь проходит, и сен... Давай, брат. Жизнь проходит, а ты даже не понимаешь, зачем ты ее прожил. Смысл жоқ та. В чем смысл жизни деп сұрайсыңдар мысалы үшін. В чем смысл жизни? Вообще, в чем смысл жизни? Біреу айтады, өмірдің мәні бала, өмірдің мәні махаббат, өмірдің мәні құлшылық, өмірдің мәні бірдеңе. Айта бересіңдер любой нәрсе. В целом келгенде өмірдің мәні, это ол мәнді өмір сүру болды. Өмірде мән болу керек та. Өмірдің мәні не? Өмірдің мәні болу керек сен үшін. А оны сезіну үшін сен зачем деген сұраққа жауап бересің. Зачем я это делаю? Мынаны мен не үшін істеп жатырмын? Күнделікті тамақ не үшін ішемін? Вопрос. Күнделікті тамақ сен не үшін ішесің? Ана тикток бар ғой, мен қатты күлкім келеді. Біз күйеуіміз екеуміз соны қайта-қайта көріп күлеміз ше. Кішкентай баладан сұрайды ғой журналист. Сен жазда ауылға барғанда не істейсің дейді. Бала ғой. Бала бит ойланып қалады. Мен ауылға барғанда не істеймін дейді. Мен жазда ауылда барғанда не істеймін. Реально, мен жазда ауылға барғанда не істеймін. У ребенка нету зачем. Он не понимает. Зачем ему ауылда? Да, ну родители придумали. И ол амал жоқ, бала болғаннан кейін көніп кетеді ауылға ше. А так у него никаких планов, у него вот этого, оны мәні жоқ та оған ше. Мен жазда ауылға барғанда не істеймін деген деп журналистке өзі сұрақ қояды ше. Сол сияқты, зачем ты это делаешь в этой жизни? На самом деле, өмірдің мәні өткен жыл іздедім, таппадым дейді. Мәнді өмір сүру жүректің тыныштығы. Жүректің тыныштығы қай кезде болады, когда ты точно отвечаешь на вопрос, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Күнделікті сен жұмысқа не үшін барып жатсың? Зачем? Оның артында не бар? Ақшадан бөлек не бар ода? Ақша мейлі, комфорттың, жеке басың, қара басың дейді. Хорошо, одан басқа не? Только ақшаның мотивациясымен адам әрекет жасай алмайды. Оның артында үлкен зачем болу керек? Зачем ты это делаешь? Зачем ты рожаешь ребенка? Зачем ты замуж выходила? Например, я замуж выходила, чтобы прожить с этим человеком свою жизнь. Сол адаммен өзімнің өмірімді қосқым келді, сол адаммен бірге өмір сүргім келді. Я этого очень сильно хотела. Это был мой зачем. Да? И сейчас для меня это важно. Ол нәрсе менің отбасы құруымдағы мәні, мен өзімнің сүйген ер азаматыммен бірге болу, онымен көп уақыт өткізу. Соответственно, қолымыз босай қалса, біз уақытты бірге өткіземіз. Менің де зачем сол болған, ода да зачем сол болған. Понимаешь? Для нас это важно. И поэтому біз отбасыға жалпы некеге осындай зачем, осы некенің мәнін түсініп бас қосқандықтан мы понимаем, мы спешим друг другу, мы хотим уделить друг другу время, әйтеуір уақытта бірге болуға, сағынысып көрісуге, соған тырысамыз. Өйткені маған отбасы құрудың мәні сол адаммен бірге болу. Сендерде отбасы құрудың мәні ол білмеймін әйтеуір. Либо подушкалардан қалмау, туған туысқан құрт болып жеп бітті миымды, бірдеңе, бала туым керек, возраст кетіп барады, жалғыз жүруге болмайды, бір бәле, сондай. Вот сөйтіп дейдіңдер де, поэтому вам невыносимо одиноко в браке. Мәні жоқ. Какая цель была? У меня цель была такая, она конкретная. Я хочу быть с этим человеком. Мне нравится с ним, все нравится. Мне нравится рядом быть. Мне реально тыныш. Мен жолдасымның қасында болған кезде, мен күйеуімнің қасында болған кезде, мен реально маған тыныш, у меня душа успокаивается. Вот приходишь с работы вечером, какие бы проблемы ты ни решал, приходишь с работы вечером, просто обнимаешься, без 10 минут. Все. И так хорошо. И ұйқың келеді, и успокаиваешься. Вот она, вот прожить жизнь с этим человеком вместе, қол ұстасып, да. Зачем я детей рожала? Зачем? Чтобы оларды, во-первых, да, материнские свои какие-то потребности закрыть, но ары қарай зачем? Чтобы қоғамға нормальный адам қосу, олардың тәрбиесіне мән беру, оларды бақытты ету.
Они у меня не спрашивали разрешения. Мама бізді тушы деген жоқ. Мен оларды туатын болдым. Конечно, менің міндетім олардың бақытты азамат болып, менен сепарированный болып өмір сүруі. Зачем? Зачем ты бизнес делаешь? Чтобы что? А бізде көбісінде бір келіншектер бизнес жасайды, чтобы жаңағыдай үйде отырмау үшін. А неге үйде тұрғың келмейді? Потому что енешка, сучка, қайын сіңлі запарила. Все сволочи. Үйден қашу керек, әйтеуір кәсіп істеу керек. Поэтому у тебя кәсіп не идет. Мәні не? Сенің өміріңнің мәні не? Салон. Да. Сенің өміріңнің мәні не? Зачем ты это делаешь? Каждый свой шаг. Не үшін тамақ жеп жатсың? Мысалы, несі бар? Привет. Мысалға, жаңағыдай нарушение пищевого поведения, РПП-сі бар, расстройство. Расстройство пищевого поведениесі бар адамдар, которые тревога кезде, бір нәрсеге уайымдаған кезде аузына тамақ тығып болғанын білмейді, да? А ол адам өзіне вопрос не задает же. Зачем? Зачем ты сейчас кушаешь? Ты же кушать не хочешь, сен қарның аш емес қой. Зачем ты сейчас жрешь еду? Неменеге аузыма тамақ тығып жатсың қазір? Спасибо. Спасибо. Понимаешь, адамдар ойланбайды да сол нәрсені. Сен, мысалда, если бы ты умел отвечать на этот вопрос честно, зачем деген кезде ше, не үшін мен аузыма тамақ тыға берем? Қарның ашпаса да. Ответь на этот вопрос. А еще ответ на вопрос, почему сен абьюзер, сен жаныңды қинайтын жігітпен жүресің? Бірде барды, бірде жоқ, непонятный адам. Он тебя даже не любит, ты знаешь, что он тебя не любит. Близко, он прекрасно. Зачем ты с ним встречаешься? А подружка твоя токсичная, ты с ней встречаешься, наверное, только потому, что есть какая-то выгода. Зачем? Не бойся услышать ответ на вопрос «Зачем?». Ол сұрақты мүмкін адамдар өзіне қоятын шығар, бірақ оның жауабын естігісі келмейді. Потому что сен оның жауабын естісең, тебе будет плохо. Тебе будет плохо. А потом этот вопрос надо еще и решать. Понятно, сен зачем деген сұраққа жауап берген кезде, ол жауап саған ұнамаған түсінген кезде, ол проблеманы шешу керек, бір шешім қабылдау керек, да, уже поэтапно. Ты задаешь вопрос «Зачем?», ты выявляешь проблему, и сол проблеманы шешу үшін сен әрекет ету керексің. Но ты не хочешь этого делать. Тебе нравится играть в эти игры, тебе нравится носить маски, притворяться, что все хорошо, что ты делаешь все правильно. И солай өтірік өмір сүресің, мәнсіз, бос, бәрінікіне ұқсайтын, жұрт қатарлы бір өмірді сүресің, а в душе невыносимо плохо. Невыносимо плохо. Есть ощущение, как будто ты не проживаешь свою жизнь. Понимаешь? И, соответственно, ты носишь эти сен зачем деген сұраққа жауап бере алмағандықтан сен реальностьта өмір сүре алмайсың. В своей жизни нету реальности. Ты живешь в иллюзиях, в придуманных иллюзиях. Услышать ответ вот внутри себя, ответ на вопрос «Зачем?» — это очень больно. Это очень больно. И ол напряжениеға бәрі шыдай алмайды. Поэтому люди живут в иллюзиях, играют маски, притворяются, показывают себя счастливыми, залезают в кредиты, чтобы залезть, чтобы, знаешь, показать себя классным. А в душе это говно, 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 говно. Вот что происходит. Если ты не умеешь отвечать на вопрос «Зачем?», в жизни нету смысла. Ответь на вопрос, реши эту проблему. Посмотри на свою жизнь прямо. На свои проблемы посмотри прямо.
Просто на свои проблемы посмотри прямо. Неге қорқа бересің? Бәрібір сол проблема ғой. Сен ол проблемаңа тіке қарасаң да қарамасаң да ол проблема сенің өміріңде бар ғой. Понимаешь? Ты вот думаешь, да, сенің өміріңдегі проблема это как сенің бір киіміңдегі бір не сияқты бір, как будто бір сен киіміңе бір боқ жағып алған сияқтысың да, и ты делаешь вид, как будто этого нету деп бүйтіп ше. А ол деген сен оған көрмесең де, сен оған қарамасаң да, сен оны жасырып жүрсең де, ты же знаешь, что эта проблема в твоей жизни существует. Никуда ты от нее не денешься. И чем раньше ты научишься отвечать на вопрос «зачем?», зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Понимаешь? Вот это странный такой вопрос. Юристқа түсем ба деп отырмын, бірақ жұмыс жоқ дейді. Вообще Қазақстанда жұмыс жоқ деген тема жоқ. Жұмыс жоқ деген проблема жоқ Қазақстанда. Жұмысшы жоқ деген проблема бар. Специалист жоқ. Маман жоқ деген проблема бар. Жұмыс жоқ деген проблема жоқ. Идеальная девушка, женщина. Господи. А зачем надо быть идеальной? Для кого? Зачем? Зачем ты хочешь быть идеальной? Чтобы что? Барлық жұмыс ақша үшін. Не всегда. Не всегда. Ана бір әңгіме. Бір стройкада жұмыс істеп жатқан екі жұмысшы бар екен да. Екі жұмысшы. Жұмысшыларға бір адам келіп сұраған ғой, сен не істеп жатсың деп. Біреуінен сұрағанда, құрылыста жүрген жұмысшыдан біреуінен сұраған ғой. Айтты, мен құрылыс жасап жатырмын деген. А екіншісінен сұраған ғой, сен не істеп жатсың деп. Ол айтқан, мен мешіт соғып жатырмын деген. Понимаешь, екеуі де бір нәрсе істеп жатыр, бірақ екеуінің көзқарасы әртүрлі. Когда ты говоришь, біз жұмысты істейміз, чтобы ақша үшін, да, ақша үшін. А когда ты в него вкладываешь свой зачем ты это делаешь? Зачем? Оның мағынасы не? Ақшадан бөлек. Сен оны білмесең, сен жұмыстан шыға бересің, сен айлықтың артынан қуа бересің, айлық көп алсаң да сен тоймайсың, өміріңнің мәні болмайды. Понимаешь? Құдай мына жерде 1 жасар баланы, бір 4 жасар бала көтеріп жүр. Ол бала девочку так поднял, ходит. Қалай көтеріп түсіріп алмай әйтеуір. Такие прикольные. Менің күйеуім 7 жыл отырып шыққан, и он эгоист. И менде сұрақ, зачем шыдап жүрмін? Да, а зачем вы прикрываете своих бытовых инвалидов, диванных водителей? Зачем? Чтобы что? Не өзгереді. Ештеңе өзгермейді. Вы молчите, вы продолжаете молчать. Мен сендерге ажырасып жатқан жоқпын, но вы же продолжаете молчать. Молчать, молчать, молчать. Вы все время молчите. Ақша маңызды ресурс. Адамның өмірінде ақша маңызды ресурс. Ақшадан отказ беруге болмайды. Ақша — это кайф, я согласна. Но это не цель жизни. Это не цель жизни. Об этом может говорить только тот, кто заработал деньги. Ақша бақыт әкеле ма деген сұрақты ақшасы бар адамға қою керек та. Ақшасы жоқ адамға ақша бақыт әкеле ма деген сұрақ қоюға болмайды. Ода ақша жоқ, ол білмейді онда. Понимаешь? Я как человек с деньгами, я могу сказать, ақша бақыт әкеледі определенный бір сфераларда. Это кайф, оның өзінің бір рақаты бар. Бірақ ол сенің бүкіл өмірің емес.
бүкіл өмірің емес. Бұл әлемде адамның, пенденің шеше алатын көптеген проблемасы бар. И Құдай бізді басқаларға көмектессін деп, сол талантын ашып, басқа адамдарға да көмегі тисін деген ниетпен жаратты деп ойлаймын. Вин-вин ғой. Сен басқа адамдарға, сен қаншалықты әлемге пайдалы болсаң, сенде соншалықты ақша көп. Понимаешь? Еще раз говорю. Сен әлемге, мына әлемге қаншалықты пайдалы болсаң, сенде соншалықты ақша көп болады. И я вам сколько раз уже говорю, адамның ұлылығы оның шешетін проблемасымен анықталады. Сен қандай проблема шешіп жатсың өмірде? Егер сен күнделікті шешетін проблемаң анау-мынау күнделікті жейтін тамақтан артылмаса, күнделікті жаңағы тамақты жеп, туалетке барып келуден артылмаса, онда ақшам жоқ деп ренжіме. Ақшам жоқ деп ренжіме. Сондықтан да мысалға да жить, чтобы другие жили деген мына жерде Шагиров айтып жатыр да. Знаешь, нельзя никому посвящать свою жизнь. Никому свою жизнь посвящать нельзя. Твоя жизнь только твоя. Сен өміріңді емес, сен бір талантыңды, біліміңді, біліктілігіңді, профессионализміңді халыққа сол қабілетіңді бере аласың, адамдарға ше. Талантыңды, қабілетіңді, көмегіңді, біліміңді бере аласың. Бірақ сен адамдарға өміріңді бермеу керексің. Не путайте эти две вещи. Вы что? Сен басқа адамдарға өміріңді арнай алмайсың. Арнауға міндеттемесің, арнамау керексің. Сен басқа адамдарға тек қана қолыңнан келетін көмегіңді ғана, біліктілігіңді, қабілетіңді, ақылыңды, талантыңды не келеді сен қолыңнан? Қолыңнан не келеді? Соны ғана бере аласың. Мысалы, адамдарға көмектеп, сен мысалы үшін ақшаның бәрін таратып беретін болсаң, ол да дұрыс емес. Өзің тапқан дүниеңді өзің ұқсатпай бәрін таратып беріп отырсаң, ол да дұрыс емес. Мен адамдарға білімімді берем. Өмір бойы жинаған білімімді берем. Ақылы да, ақысыз да берем. Міне қазір мен отырмын эфирда. Мен айтатын эфирді, мен айтатын ақпаратты не все говорят, не все рассказывают эти вещи. Спасибо, что пришли, слушаете. Я этот эфир не сохраню. Понимаете? Ол сондай нәрсе. Бұл өмірде еш нәрсе еш емес та. Сен басқаларға жасаған басқаларға өз біліктілігіңмен, біліміңмен, үйренген дүниеңмен қызғанбай бөліссең, ол өзіңе қайтып келеді. Бәрібір қайтып келеді. Ол мысалға Құдайдың әділеттілігі ғой. Сен қылдай болсын, ақың ешкімге кетпейді ол. Қылдай болсын, ақың ешкімге кетпейді. Никогда. Бірақ сен бер алдың ба, қорықпай бердің ба адамдарға, ол саған қайтып келеді. Ақша болып келеді, ризық болып келеді, адамдардың жақсы сөзі болып. Ризық дегеніміз жалпы тек қана ақша емес қой. Ризық дегенің ол сенің денсаулығың, отбасыдағы берекең, ол сенің бала-шағаңның денінің саулығы, ата-анаңның саулығы. Өз Құдай сен бергеннен кейін саған оны бір ақысы ретінде саған басқа жақсы сыйларды береді. Мәселе бөлісуде ғой. Бірақ сен немен бөлісесің? Өзіңнің өміріңнің бөлшегімен бөлісесің ба? Или талантыңмен бөлісесің ба? Бізде сондай ғой. Бізде готовы свою жизнь другим посвятить, но не таланты. Кому нахрен твоя жизнь нужна, кроме тебя? Ертең сен де анаяққа барған кезде, отчет берген кезде не деп айтасың? Өміріңді не қылдың деген кезде, анаған мынаған арнадым дейсің ба? Адамдарға айым болып похрен. Бұл өмірде ешкім адам құрбандығын бағалаған емес, бағаламайды да. Адамның құрбандығы ешкімге де керек емес. Вообще ешкімге керек емес. Понимаешь? Сен адамдарға бірдеңе үйреніп, іс үйреніп, білім алып, маман болып, бұл өмірде бір пайдасы бар адам болып, сен сөйтіп қана адамдарға көмектесе аласың. Сөйтіп қана сен адамдарға жақсылық жасап,
соның қайтымы саған ақша болады. А так, пожалуйста, до свидания. Мен саған өмірімнің ең күшті уақыттарын саған арнадым. Сені тудым, сені өмір бақи асырадым. Нахрен это никому не надо. Вообще никому не надо. Түптің түбінде сенің өмірің өзіңе ғана керек. Поэтому отвечайте на вопрос «Зачем?». Зачем ты это делаешь? Не посвящай свою жизнь никому. Только өзіңнің маман ретінде, вообще мықты эксперт ретінде өсуге, білім алуға, оқуға адам өмірін арнау керек. Ол саған осы өзі қамшының сабындай қып-қысқа өмір саған білім алу үшін беріледі. Оқы дейді. Оны кез келген исламда да оқы дейді ғой саған. Оқы дейді саған. Оқы, үйрен. Соны сен бересің. Сен басқа адамдарға соны бағыштайсың. Соны өмірді бағыштамайсың басқа адамдарға. Туған балаңа да, сүйген жарыңа да, ата-анаңа да өміріңді бағыштай алмайсың. Тек қана твой обменный товар – это твое знание. Это твое знание. Твой обмен. Сенің басқалармен алмаса алатын нәрсең ақшаға дейін. Ол сенің білімің. Понимаешь? А так ты нахрен никому не нужен. Жүресіңдер сол ошақ басы, үйдің. Вообще, вот человек, который вот там өмір бақи тамақпен бала тәрбиесінен шықпаған адам өлгеннен кейін оның орны толмайды емес, толады да. Сен өмірде ешқандай нен қалмайды. Про тебя не будут вспоминать даже. Сколько в жизни таких женщин, про которых не вспоминают. Просто не вспоминают. Өлгеннен кейін все кетті болды. Палауын жеді. Ал реально бұл өмірде бірдеңе двигать ететін адамдар, олардың қалай айтамыз, орны толмас өкініш, орны толмас, орны ойсырап қалды сол адамның дейсің да. Ал жаңағыдай неде құр әшейін майда шүйде бытовой проблеманы шешіп жүрген адамның ешқандай все, палауын жедің, жылдығынан кейін уже ешкім не вспомнит про этого человека. Ну, это вот так. Не профукивайте эту жизнь. Не профукивайте. Я вообще вам рекомендую оставаться только на моей странице и другие страницы удалить. Оставьте родственников, друзей. Просто оставаться на моей странице. Не отвлекайтесь вообще. Уақыттарыңды кетірмеңдер. Выгораниеден құтылу деген сабағым бар, мен ютубта тегін, соны барып қараңдар. 3 сабақтан тұратын курс бар ютуб каналында. Выгораниеден құтылу деген. Соны жасаңдар. Энергияны дұрыс жаққа құртсаңдар. Дәл бүгінгі күнің өтіп кетті. Не істедің? Не істедің? Зачем ты этот день прожил? Ты этот день зачем прожил? Ішіп жеп тұшу ма, болды ма? Не үшін? Не пайдалы нәрсе істедің? Сен күнделікті бүгін бір нәрсе істеу керексің, чтобы ертеңгі күні ол саған бір пайда болып тиетіндей, саған бір күшті пайда әкелетіндей, сен бүгін бір нәрсе істеу керексің. Не істеп жатсың сен? Не істеп жатсың? Бүгін не істедің? Ертеңгі күніңе пайда болатындай. Қазір мен не қылдым? Кездесуде болды. Өте жақсы кездесу. В целом я понимаю, что в эту встречу я заложила очень большие перспективы развития. Бір сағаттық кездесу ертеңгі күні маған үлкен плюс болып келуі, инвестиция болып келуі мүмкін, жақсы таныстық болып келуі, жақсы орта болып келуі мүмкін. Жынды кездесу болды. Бір сағаттың ішінде мен өзім болашағыма, возможно, мен болашақ бюджетіме кіретін ондаған жүздеген миллион ақшаның жолын сап қойдым. Возможно. Вот я полезную вещь сделала. Қазір салонға келдім, я себе сделаю классный маникюр. Қандай пайдасы бар? Жоқ дегенде 2 апта я буду чувствовать себя великолепно. С маникюром, с педикюром будет хорошо. Бүгінгі күні сен не істела? Зачем ты все это делаешь? Чтобы что? Зачем? Зачем? Понимаешь? Чтобы что? Қандай нәрсе істеп жатсың күнделікті ертең саған
сенің өзгерісіңе, сенің өміріңнің жақсы болуына сен не істеп жатсың? Сондықтан да осындай әңгіме. Спасибо, что пришли. Этот эфир не сохраню. Потому что такие ценные эфиры, они не должны сохраняться. Естідің ба, значит, ол сенің естуің керек. Әңгіме, естімедің ба, значит, сен әлі ол әңгімеге дайын емессің деген сөз. Понимаешь? Кто смотрел с начала до конца? Басынан бастап, соңына дейін көрген кім? Басынан бастап, соңына дейін көрген кім? Молодец, Жанерке. Кім басынан бастап соңына дейін көрді?